Мына фото 1889 жылы Сирияның Дамаск қаласында түсірілген. Фотодағы бұл екі адамға қатысты өте әсерлі әңгімені айтып берейін. Суретте тұрған екі адамның бірі туа біткен соқыр мұсылман Абдулла, екіншісі ергежей әрі сал ауруына шалдыққан христиан Самир. Алғаш қарағанда тағдыр екеуіне де ауыр сынақ бергендей көрінеді, бірақ олар өздерінің әлсіз тұстарын бір-біріне сүйеніш ете білді. Абдулланың көзі көрмейтін, ал Самирдің жүруі қиын еді. Сондықтан Самир досының иығына отырып алып, оған жол көрсететін. Ал Абдулла Самирді арқалап қала көшелерімен алып жүретін. Бірінің аяғы болса, екіншісінің көзі болды. Бірінің күші болса, екіншісінің бағыты болды. Олар ескі Дамасктың тар көшелерінде бірге жүріп, бірге еңбек етті, бірге өмір сүрді. Самир жергілікті кофеханада халыққа қызықты хикаялар айтып, нәпақасын тапты. Оның әсерлі әңгімелерін тыңдауға көп адам жиналатын. Ал Абдулла сол жерде пісірілген бұршақ сатып досының жанынан бір елі ажырамаған. Діндері бөлек еді, бірақ жүректері бір еді. Бірі мұсылман, бірі христиан болғанымен, олардың достығы сенім мен құрметтің, адамгершіліктің ең биік үлгісіне айналды. Уақыт өте келе Самир дүниеден өтеді. Өмірінің жартысынан айырылғандай күй кешкен Абдулла ауыр қайғыға батады. Жылдар бойы өзіне жол көрсеткен өмірінің мәніне айналған досының жоқтығына төзе алмайды. Арада бір апта өткенде Абдулла да бұл дүниемен қоштасады. Олардың тарихы бізге маңызды бір ақиқатты еске салады. Достық дінді сұрамайды, адамдықты ғана таниды. Арбадағы бала осындай әсерлі қызықты оқиғаларды тағы айтып береді. Мені жеке қолдаймын десеңіздер, номерім осы. Ерасыл Ж деп шығады. Парақшама жазылып, лайк бассаңыздар да мен үшін үлкен қолдау.